Қайырлы күн білім алушылар, Қазақстан тарихынан келесі сабағымызды жалғастырамыз. Ал түркі кезеңін бастаймыз. Яғни түркі кезеңі, яғни орта ғасырлар кезеңі. Орта ғасырлық Қазақстан тарихы бұл үш кезеңге бөлінеді. Ерте, орта, кейінгі деп. Ол қалай, қандай не заттар өтеміз? Ал олай болса кеттік. Бірінші ерте орта ғасырлық кезең бұл 6 және 9 ғасырларды қамтиды. Жеңіл болу үшін мен экранға қарапайым кесте түрінде көрсетейін. Олай болса түркі қағанаты. Ал міне кестеде не көріп тұрмыз? Яғни бұл орта ғасырлық Қазақстан тарихының кестесі 6 және қай ғасырларды қамтиды? Дұрыс айтасыздар. 17 ғасырды қамтитын орта ғасырлық ұзақ кезеңдердің бірі. Яғни бұл жерде біз не өтеміз? Бірінші орта ғасырдың өзі ерте орта ғасырлық кезең деп және дамыған, одан кейінгі орта ғасырлар кезеңі деп үшке бөлінеді, иә? Осындай үш кезеңге. Ал біз бүгін қарастыратын тақырыбымыз бұл түркі кезеңі. Яғни түркі кезеңінің ішінде түркі қағанаты, батыс түркі қағанаты және екінші шығыс түркі қағанатын қарастырамыз. Яғни түркі кезеңіне өзі түркі қағанатынан бастап 13 ғасырға дейінгі Қыпшақ хандығын қарастыратын боламыз. Одан кейін 13 ғасырдан 15 ғасырға дейінгі бұл моңғол шапқыншылығынан басталады да Әбілқайыр хандығымен яғни аяқтаймыз. Яғни Әбілқайыр хандығынан қазақ руларының Керей мен Жәнібектің сұлтандардың бөлініп шығуы бұл қазақ мемлекеттілігінің, яғни қазақ хандығының құрылуымен басталады. Яғни Керейден бастап 18 ғасырға дейінгі тәуке заманы бұл кейінгі орта ғасырлар тарихы. Міне осы кесте бойынша Қазақстан тарихы ары қарай жалғасады. Олай болса бүгінгі түркі қағанаты 552-603, одан кейін батыс түркі қағанаты 603-704 және екінші шығыс түркі қағанаты, яғни кеш құрылған 682-744 жылдар аралығын қамтитын тарихты баяндаймыз. Олай болса экранға жайғасып отырып алыңыз, біз бастаймыз. Бірінші түркі қағанаты және этнонимі және жалпы бұл мемлекет қай территорияда қамтыған? Қоғамдық құрылысы қандай? Оның барлығын, саяси тарихын барлығын қарастырамыз. Олай болса экранға назар аударамыз. Қазақстан территориясы мен Қытайдың солтүстік территориясын қамтитын, Қытайдың солтүстік шығыс Қытайдан бастап мына Қара теңізге дейінгі аралықты қамтитын мемлекетті біз түркі қағанаты дейміз. Түркі империясы. Бұл империя қалай империя құрылды? Қытай деректері бойынша түріктер алғашында Қытай шекарасының батысында Алтай тауларында мекендеген дейді. Мына территорияда, яғни Алтай тау бесігі, Алтай бұл түркінің, ер түріктің бесігі деген содан шыққан. Кейін түркі тайпаларының көсемі Бумынның басшылығымен мына Хуанхэ жағалауына дейін кеңейткен екен. Мына Хуанхэ аралығына дейін кеңейткен дейді, мына территорияны. Одан кейін батыс Қытай билеушілері жақын қоныстанған түркілер жайлы деректер жалпы жинай бастайды түркі халықтары туралы. Одан бұл деректер түркі тарихының ерте кезеңі туралы негізгі білім көзіне осылай айналған болатын. Мына территорияны қамтып, бұлай жылжып, бұлай бүйтіп Қара теңізге дейінгі жеткен аралық. Жасыл территорияның бәрі. Ал енді келесі түркі қағанаты бойынша 542 жылы түркі халқы туралы, түркі деген қағанат туралы алғашқы дерек кездеседі екен. 542 жылы. Яғни түркі қағанаты түріктер жушандарға, яғни аварлар өмір сүрді ғой, авар мемлекеті дедік. Сол аварларға бағынышты болып салықты темір түрінде төлеген дейді. Міне осыдан бастап теміршілер олар деген сөз шығыпты. 552 жылы олар тәуелсіздік үшін күресті түріктер. Яғни түркі халқы тәуелсіздік үшін күресіп, жужандарды жеңді түріктер. Нәтижесінде мемлекеттің негізі қаланады. Тайпалар біраз бөлігі Теле тайпасынан шыққан, яғни түркі қағанаты десек, сол түркі қағанатының құрамында 15 тайпа мекендеп бір мемлекеттің негізін қалаған. Қытайлар түріктерді ғұндардың ұрпағы деп санаған, білесіздер ма? Алғашқы түркі этнонимі әскери шонжарлар деген мағынаны білдірсе, ал кейін түркі деген сөз берік, күшті деген сөзді білдіреді.
Ал Ашина әулетіне байланысты осылай аталып кеткен екен. Кейін бұл атау осы түркілер, яғни бүкіл тұтастай мемлекеттің, тайпаның ортақ атауына айналған. Келесі Ашина деген ол қасиетті бөрі деген сөзден шығады ғой. Енді біз енді көк бөрінің ұрпағымыз деп айтамыз. Сол көк бөрі деген осы жаңағы бала кішкентай кезінде жетім қалып, оны қасқырдың асырап алуымен, яғни оны солай ер жеткізеді, сөйтіп өседі, солай көбейеді деп айтады. Бұның өзі бір мифке толы, түріктердің шығу тегіне байланысты айтады. Римдіктерде де дәл сондай бар ғой. Жаңағы Ромул мен Рем деген сияқты ит жаңағы қасқырдың асырап алуы, оны көбейтуі деген сияқты. Ал енді түркі қағанаты жужандарға тәуелсіздік үшін күресті жеңді, нәтижесінде түркі қағанаты құрылды дедік. Түркі қағанатының негізін қалаған Буман қаған. 545 жылы Қытай елшісі келеді, кейін Буман император қызына үйленеді дейді. Міне қызық. Яғни түркілер күшейген кезде Қытайлар олармен одақтас болғысы келеді. Сөйтіп император қызын береді екен. Ал енді 552 жылы жужандарды толығымен жеңіп Элхан Жабғу, ұлы Жабғу деген атақталған екен. Буман Жабғу. Ал енді келесі Қара Еске. Буманнан кейін билікке келеді. Қара Еске 552-553 жылда жужандарды екінші рет жеңген екен. Толығымен дейді. Одан кейін түркі қағанатының негізін қалаушы Буман қайтыс болғаннан кейін енді билікке Мұқан қаған отырады. Мына тұлға Мұқан қаған 553-572 жылдары түріктердің территориясын Евразия даласының қожасына айналдырған түрік империясын гүлдендірген билеуші ретінде тарихта қалды. Оған дәлел ретінде мысалы Мұқан қаған мына жердегі жужандарды толығымен не істеген болатын? Толығымен жеңген болатын. Мына аймақта міне жужандарды толығымен жеңді. Одан кейін түркі империясын гүлдендіріп, түркі қағанатын мына Орта Азия, одан кейін оңтүстік Сібір территория, одан кейін солтүстік Қытайды салық салдырған болатын солтүстік Қытайға, одан кейін Қытай жылнамаларында да бұл кездескен. Қытай жылнамаларында мына Мұқан қаған кезін былай сипаттайды. Қытай жылнамаларында, яғни ол дейді, Мұқан қағанды айтып жатыр ғой. Мұқан жаңағы ұлы шекара, яғни ұлы қорған бар ғой осы жерде. Ұлы қорған сыртындағы барлық иеліктердің зәресін ұшырған деп жазған. Міне, қызық. Ал енді келесі, түріктер мен қытайлар қалай одақтас келісім жасауы мүмкін? Таспар қаған кезінде бұл түркі қағанатының қағандарының ішінде Таспар қаған болған болатын. Яғни 572-581 жылдары билік жүргізген. Осы кезінде Қытай мен түркі қағанаттары арасында келісім болды. Ал енді түркі қағанаты күшейіп, Қазақстан, Орталық Азия жерлерін бағындырып, не істейді? Солтүстік Кавказға дейін шыққан дейді. Еділ мен мынау, мына территория, Еділ территориясы, одан солтүстік Кавказ территориясына дейін шыққан. Ал енді сұрақ, қай қаған тұсында сонда? Қай қаған мемлекетті гүлдендіруі, күшейтуі мүмкін? Әлбетте бұл Иштеми қаған. Иштеми қаған кезінде үлкен оқиғалар болды. 10 түмен әскер болды. Ху елін басып алды дейді. Одан кейін Иран Византияға дейін жорық жасаған дейді. 6 ғасырдың екінші жартысында Иранмен одақтасып эфталиттерді жеңді, аққұндарды. Одан 6 ғасырдың 60 жылдары түркі қағанаты сол кездегі ең ірі мемлекеттер мына Византиямен, Иранмен, одан кейін Қытаймен өзара қарым-қатынас жасаған екен. Міне. Одан 555 жылғы оқиғалар туралы баяндаған. Яғни Иран, Византия келісімі туралы, келесі 563-567 жылдары түркі империясының территориясын кеңейту мақсатында жорықтар жасаған. Эфталиттерді талқандау деген жаңағы 6 ғасырдың екінші жартысында Иранмен одақтасып талқандады. Эфталиттер, яғни солтүстік Үндістан, Орта Азия территориясын мекендеген отырықшы тайпаларды айтамыз. Ал енді келесі қызықты оқиғаны бастайық.
Келесі бұл 6 ғасырдың 70 жылдары түркі қағанаты күшейген кезі болған. Яғни түркі қағанаты күшейген кезде Манчжуриядан, мына Қытайдың солтүстік аймағы Манчжуриядан бастап, мына Босфорға дейінгі бұғаз бар ғой, Босфор бұғазына дейінгі аралықты иеленген түркі империясы. 6 ғасырдың 80 жылдары түркілер мына парсылармен, яғни ирандықтармен, мынау Каспий бар, мына жерде Каспий теңізі, осы Каспийдің оңтүстігіндегі ирандықтармен, парсылармен бірігіп, эфталиттерді талқандады дедік қой. Бірақ бұл одақтастар арасында эфталиттер жері, мына эфталит жерін бөлісу үшін талас орын алып, тез арада шешімін тапты. Түріктер әскерін шегіндірген үшін парсылар көптеген адамдар төлеуге міндеттелді. Сөйтіп, эфталиттермен жаңағы эфталиттер территориясын Түркі мен Иран мемлекеттері бөлісіп алады. Одан соң Византиямен қарым-қатынасына келетін болсақ, түркілер Орта Азияны жаулап, Жібек жолынан Қытайдан Жерорта теңізіне дейін баратын едәуір бөлігіне ие болды. Яғни бұл түркі қағанатының орасан зор кіріс әкелді, яғни пайда әкелді. Жібек матасын сату, одан кейін негізгі қарсыласы осы Византия болды. Яғни ол Жібек жолындағы. 6 ғасырдың 60-90 жылдары түркілердің күшеюі мына Қытайды өздерінің кіріс көзі ретінде есептеген болатын. Мына Қытайды. Сонда қалай ол сонда? Яғни Қытайлар келісе алмады түріктермен. Нәтижесінде қақтығыстар, соғыстар болды. Түркілерге қарсы күрес Қытайлардың басты міндетіне айналды. Сөйтіп, Қытайлар мен түріктер бір-біріне қарсылас болып шыға келді. Міне шайқас, сыртқы саясат осылай жалғасады. Ал енді Византия мен түркі қағанаты 568 жылы Иранға қарсы Византиямен одақ құрған болатын түркілер. 568 жылы соғды көпесі Маниах Византияға барады. Ал келерінде бізге Маниах болса Земарх қайтып оралады. Земарх деген Византия елшісі Земархпен бірге келген болатын. Сөйтіп елшілер алмасты. Маниах пен Земарх деп осылай тарихта қалды. Келесі түркі қағанатының сыртқы саясатына келетін болса, өкінішке орай көршілерінің ықпалымен, әсіресе Қытайлардың ықпалымен түркі қағанаты екіге ыдырап кетеді. Билеу үшін талас, енді үлкен империяны бірақ билеуші басқару деген өте қиын ғой. Нәтижесінде 603 жылы мемлекеттің екіге ыдырауы екі үлкен мемлекеттің пайда болуына келеді. Бұл батыс түркі және шығыс түркі қағанаты. Батыс түркі қағанаты ол 10 оқ будун елі деп атаған өзін. Ал шығыс түркі қағанаты көк түріктер елі деп аталған. Ал енді түркі қағанатының жалпы мәдениетіне байланысты айтатын болсақ, дамыған қалалары бар. Ол қазіргі Тараз, Испиджаб, яғни Сайрам, Талхир деген сияқты қалалар. Одан соң Тараз қаласы туралы алғашқы дерек мәліметтерді берген жаңағы елші Земарх қалдырған. Яғни бұл жердегі ыдыс-аяқтар, нәше түрі археологиялық қазба жұмыстары дәлелдейді. Қонақты оттың арасынан өткізген дәстүр сақталған. Бұл отқа табыну емес, бұл ырым, яғни дәстүр сондай. Одан соң енді әлеуметтік жағдай мен қоғамдық құрылысына келетін болсақ, жаңа жоғарыда айтқандай, мына жерде Қаған, мемлекеттің билеушісі Қаған. Қағаннан кейін кім бар? Қағаннан кейін бізде Ябғу, Чад, елтеберлер бар. Одан бектер бар. Одан соң бізде ерлер, жауынгерлер, құрметтер. Одан қарапайым халық бар. Ал одан кейін татқа келеді. Тат деп ататын құлдар. Махмұд Қашқаридың еңбегінде де айтылады. Ал сонымен енді біз 603 жылы мемлекетті екіге ыдыратып тастадық. Сонда батыс түркі қағанатының тарихы қалай жалғасады екен? Экранға назар аударамыз. Яғни біз қазір қарастыратын батыс түркі қағанаты. Қағанатты бөліп алдық екіге. Мына жерден бөліп тастадық. Мынау батыс түркі қағанаты және шығыс түркі қағанаты. Батыс түркі қағанаты десек не есімізге түседі? Олар Қазақстан территориясында құрылған, Түргеш,
нушебилер, дулулар, қимақтар, угор, хазар, бұлғар деген сияқты тайпалар құрамында болған, көршілер де болған. Ал енді осы батыс түркі қағанаты туралы айтайық. Саяси дәстүрінен басталады, әлбетте Иштеми туралы айтылған болатын. Жаңа Иштеми қаған кезінде Қытай деректерінің бірінде 100 мыңға жуық жаңағы адамдық әскері бар, 10 тайпа қағаны деп аталған екен. Яғни 10 оқ будун деген 10 оқ тайпа жүйесі, 10 оқ тайпа одағы. Яғни әр оқ, яғни әр түмен, 10 мың әскер түмен, қолбасы басқарған 10 мыңдық әскер шығарған әр түмен. Әр оқтың өздеріне тән жалауы болған, әскери жалауы, туы деген сөз. Ал яғни шығыс 5 оқ дулулар болған. Одан кейін, яғни шығыс дулулар деп екіге бөлінгендігі былай. Мына территорияны былай сызып алайық, мынау батыс түркі қағанатын. Мынау шығыс 5 оқ елі. Бұл дулу, яғни шығыс Түркістан мен Жетісу территориясында мекендегендер. Яғни бұл ірі тайпалалық бірлестік. Ал келесі 5 тайпа, 5 оқ деп аталатындар. Ол нушебилер. Олар мына Шудан басталады да, Шудан батысқа қарай территорияны қамтыған екінші ірі тайпа. Ал енді келесі орналасқан жер мен астана тайпалары туралы айтатын болсақ, хронологиясы 603-704 деп айттық, Астанасы Суяб қаласы. Түркі қағанатының астанасы, мына батыс түркінің де кейінгі түргештердікі, барлығы біраз мемлекеттің ортақ астанасына айналған Суяб қаласы. Келесі екінші жаңа қағанаттың негізі осы Қаратаудан деп айттық қой. Қаратаудан мына Жоңғарияға дейінгі аймақты қамтиды дедік. Яғни шығыстан не жерде Алтай болады. Одан кейін солтүстік батысында Каспий, мына территория Каспий. Одан кейін Қара теңізге дейінгі аралықты қамтиды, Қара теңізге дейін. Аумақтың өзегі мына жерде Жетісуда қаланған деп айттық. Жаңағы астанасы мына Суяб қаласы болса, осы Жетісудағы жаңағы Шу өзенінің бойында орналасқан астана. Ал жазғы ордасы бар, бұл Мыңбұлақ. Мыңбұлақ мынау Испиджаб қаласының маңында. Испиджаб қаласы қазіргі Түркістан қаласының маңы ғой. Міне. 10 оқ будун жүйесі дулулар мен нушебилерге бөлінген мемлекет. Келесі ары қарай әлеуметтік жағдай мен қоғамдық құрылысын жалғастырайық. Жоғарыда айтқандай, қаған деген жүйе бұларда да болды. Оларда да Ябғу шат ертеберге бөлінді. Одан түмен басы болды. Бұйрықтар мен тархандар болды. Бұл да ерекшелігі. Бұйрықтар мен тархандар сот ісін басқарушылар батыс түркі қағанатында. Келесі Қарабудун және Тат деген ол барлығына ортақ халқы және құлдарды айтты. Келесі билеушілерін айтайық енді. Батыс түркі қағанатының билеушілері ретінде тарихта қалған Тардуш қаған. 600-603 жылдары билік құрған батыс түркі қағанатының тұңғыш қағаны деп аталады. Иштеми қаған туралы былай дейді. Иштеми қаған өлгеннен кейін Тардуш келді билікке дейді. Оның тұсында батыс түркі қағанаты түпкілікті жеке мемлекетке айналды дейді, бөлініп кетті. Ал бұл туралы деректі келтірген этногенезис деген жалпы пассионарлық теорияның негізгі авторы Лев Гумилев айтқан, тарихшы, этнограф. Келесі, ал енді батыс түркі қағанатының негізін қалады, одан кейін қағанаттың басқа да қағандарын айтайық. Шегу және Тоң қаған кезі. Шегу қаған 610-618 жылдары басқарған, шекарасын шығыста Алтайға дейін, оңтүстік батыста Тәжікстанна, Памир тауларына дейін жеткізген. Міне, мемлекет ұлғайтты. Ал енді Тоң қаған болса 618-630 жылдары билік жүргізеді. Барлық иеліктерге қағанның өкілдері Тудундарды жіберген болады. Тудундар деген жаңа өкілетті адамдары. Тон Ябғу жалпы өлімінен кейін дулулар мен нушебилер арасында өзара соғыс болады. Яғни бұл қағанаттың ыдырауына әкелетін негізгі жағдай. Қытай шежіресінде Тоң қаған туралы батыс варварлар дейді. Олар енді көршілерін варварлар, жаугерші халықтар дейді ғой. Варварлар ешқашан дәл осындай қуатты болған жоқ деп жазған Тоң қағанға байланысты. Міне қызық.
Ал енді батыс түркі қағанатының ішінде нушибилердің қолдауымен 10 тайпа, яғни 10 Оқпудун деген жүйені енгізген, ел басқаруды қайта құрған Ешпар елтеріс қаған. Яғни бақылауды күшейту үшін әрбір тайпаға ақсүйектермен байланысы жоқ қағанның туысы шаттар жіберілген. Міне, 634 жылы билікке келеді деп жазған. 640-657 жылдары нушибилер мен дулулар екі ру бірлестік арасында азамат соғысы болды. Бір мемлекеттің ішіндегі билік үшін талас. 659 жылы өкінішке орай Ешпар елтеріс қағанды өлтірді. Міне, ал Ешпар елтеріс қағанды өлтіруі батыс түркі қағанатының әлсіреуіне әкеледі. Яғни батыс түркілерден нәтижесінде сыр бойына міне жерде оғыздар, одан кейін Каспия төңірегінде хазарлар, одан кейін мына жақта ертіс бойынан қимақтар бөлініп шықты. Міне көрдіңіздер ма? Бұлар болашақ үлкен мемлекеттер. Өзара 20 жылдық соғысты пайдаланып, мына жердегі көршілері Таң империясы, яғни қытайлықтар жетісуға басып кіреді. Батыс түркілер Қытайға тәуелді болып қалады. Өкінішке орай. Енді 704 жылы қағанат ыдырай бастайды. Сөйтіп жаңа жеке тайпалар бөлініп шығады. Оғыздар, қимақтар, хазарлар деген сияқты. Міне, осымен осылай. Ал енді шаруашылығына байланысты айтатын болсақ, батыс түркі қағанатының көршілері туралы айтайықшы. Мына сыр бойында мекендеген, біз алдыңғы сабақта сыр бойында қаңлылар дедік қой. Сол қаңлылардың территориясында мекендеген хазарлар. Одан мына ертіс бойында мекендеген, ертіс бойынан бұлай территорияны қамтитын солтүстік шығысындағы көршілері қимақтар. Одан соң жетісу территориясының маңында мекендеген не жерде түргештер бар. Не жерде қарлықтар бар бұлай. Одан кейін хазарлар бар. Мына жерде хазар деген үлкен қағанат болған, билеушілерінің ақсүйектері ғана жаңағы билеушілері дін мәселесіне байланысты қызық оқиғалар болады. Яғни еділ бойы Дон өлкесі, мына солтүстік Кавказ территориясын мекендеген түркі тайпалары құрған соғдылар. Мына жерде соғды деген халық бар, мына Орта Азия территориясында мемлекет жоқ, енді қарапайым саудагер халық соғдылар. Ал енді біз 603 жылы батыс және шығыс болып бөлінді. Мемлекет бөлінді. Енді сол бөлінген батысты қарастырдық, енді шығысты қарастырмаймыз ба? Шығыстың хронологиясы шығыс түркі қағанаты 603 жылы бөлініп кетеді, бірақ мемлекеттің құрылған жылы 682-744. Енді неге деген сұрақ? Неге кеш құрылды? Батыс түркі қағанаты бұл Қазақстан территориясында. Ал шығыс түркі қағанаты болса, Қазақстан территориясында емес. Сонда қалай? Ал кеттік. Жалпы шығыс түркі қағанатының ең алғашқы билеушісі бұл тұңғыш қағаны Құтлық қаған. Құтлық қаған мемлекеттің негізін қалап, кейін елтеріс деген атақ алған. Яғни шығыс түркі қағанатының құрылған территориясына келетін болсақ, бұл қазіргі Монғолия территориясы. Қазақстан. Қазіргі. Мына жақта батыс түркі қағанаты, мына жақта шығыс түркі қағанаты. Монғолия жері орталығы мына жерде Хангай деген таулар бар. Ең алғашқы қағаны осы Құтлық қаған дедік. 682 жылы Қытайлармен болған соғыста өз елін қайта құрды. Яғни шығыс түркі қағанаты көп жылдар бойы тәуелсіздік үшін күресіп, Құтлық қаған тұсында жеңіп шығып тәуелсіздігін алды. Сөйтіп, тәуелсіздік үшін күрес жеңіспен аяқталып, мемлекеттің негізі қаланды. 47 рет жорық ұйымдастырған ойлаңыздаршы. Ал өкінішке орай 691 жылдары Ешпар жаңағы Құтлық елтеріс қаған биліктен құлады. Яғни қайтыс болады. Ал енді қағанат енді күшейіп не істейді? Өзінің ата жауы болған, бұрын тәуелді болған кімдерге? Қытайларға қарсы соғысады. Қағанат күшейіп, орталық Азия территориясын, мына территорияны басып алуға шапқыншылықтар жасайды.
Орта Азия территориясы. Одан кейін Қытайға жорық жасайды. 400 мың әскерге жоқ әскері болған дейді. Екінші қағаны қапаған тұсында күшейіп, әскер саны 400 мың. 691-716 жылдары билік жүргізді. Сөйтіп, күшейді Шығыс түркі қағанаты. Ал енді Шығыс түркі қағанатының басқа қағандарын айтайықшы, кімдерді білеміз? Тоныкөк, опа, кім ол? Неге Тоныкөк ескерткіш деп айтамыз? Ол қандай ескерткіш? Кім ол? Назар аударамыз. Бірінші, Білге қаған. Білге қаған. Мемлекет билеушісі енді жалпы түркі кезеңінде қаған болады, я? Ал 716-734 жылдары билік жүргізген. 716 жылы Білге қаған Шығыс түркі қағанатының билеушісі болып, інісі Күлтегін екеуі қағанатты гүлдендірді. Білге қаған, Күлтегін қолбасшы. Екеуі мемлекетті гүлдендіреді де 723 жылы Қытайларды жеңіп бейбіт келісімге қол жеткізген болатын Білге қаған. Қытай императоры түріктерді үлкен көлемде жібек жіберіп, енді түркі қағанатының өзінің тәуелді екендігін мойындады қытайлар. Ал Күлтегін 531 жылы жаңағы Күлтегін дүние салады. Көп ұзамай Білге де айналасындағы жақындарының қастандығынан Білге де қаза табады. Ал тарихта бұл тұлғалар Шығыс түркі қағанатын гүлдендірген атақты билеушілер ретінде қалды. Орхон өзені бойында оларға арнап мына Күлтегін, Білге қаған, Күлтегін ескерткіштерін тұрғызған болатын. Яғни бұл құлпытастар түркі қағанатының тарихының бір жылнамасы ретінде. Күлтегіннің соғысындағы ерліктері, жыр дастандар барлығы Білге, Күлтегін, Орхон енесе ескерткіштері деген осы Шығыс түркі қағанатының ерліктерін дәріптейді. Және ол жерде де Тоныкөктің ерлігі де баяндалады. Тоныкөк үш бірдей қағанға кеңесші болған өте білімді данагөй тұлға. Яғни бұл 722 жылы Тоныкөк Қытаймен келісімшарт жасасқан болатын. Ал 722-741 жылдары халық бейбіт өмір сүрді. Яғни бейбітшіл заман болды. Міне. Келесі әлсіреген елді 744 жылы жалпы Шығыс түркі қағанатын әлсіреп қарлықтар 744 жылы қарлықтар мен ұйғырлар Шығыс түркі қағанатын талқандады. Сөйтіп тарих сахнасынан тағы бір мемлекет құлады. Яғни Батыс түркі, Шығыс түркі қағанатының тарихы осылай жалғасады. Ал енді осы мемлекеттерден кейін орнына өзінің ішіндегі күшейген халықтар билікке шығады. Нәтижесінде жаңа Қарлұқ қағанаты болашақта құрылады, ұйғыр қағанаты құрылады. Міне. Ал енді жаңа қолбасшылар туралы, билеушілер туралы айтайық. Күлтегін жазуы 8 ғасырда жазылған дейді. Бұны зерттеген, қазір өте 53 бөлімнен тұратындығын, көне тілді білетін белгілі түркітанушы ғалым Қаржаубай Сартқожаұлы деген тұлға мәңгілік ел деген идеяның осы Күлтегін ескерткішінен бастау алатындығы туралы жазады. Мәңгілік ел деген сөз түркі жұртының данагөйі үш бірдей қағанның кеңесшісі болған Тоныкөк негізін қалаған идея деп айтқан. Міне. Келесі жалпы бұл Орхон енесе ескерткіштерін тапқан адам қазақстандық емес. Бұл мүлдем еуропалық, даниялық дат ғалымы 1893 жылы Вильгельм Томсон деген тұлға тапқан болатын. Ең алғаш рет тапты бұл ескерткішті. Енді кездестіреді. Сөйтіп үлкен жаңалығынан кейін енді бұл әлемге тараған үлкен түркі ескерткіштеріне айналады. Ал оны орыс тіліне аударып еңбектерін жазған түркі танушы, орыс түркі танушысы, шығыс танушы ғалым Василий Ратлов деген ғалым. Міне, нәтижесінде Күлтегін ескерткіші 732 жылы, Білгеге 735 жылы қойылған екен. Осындай ескерткіштер өте көп, және оларды Орхон енесе ескерткіштері деп атайды. Ал енді келесі мемлекеттің құлауына байланысты жаңа айтып қалдық қой. 682 мен 744 жылдары өмір сүрген Шығыс түркі қағанатының мемлекеті, Шығыс түркі қағанаты Білге қаған мұрагерлер кезінде қағанат құлдырай бастайды. Сөйтіп 744 жылы бізде мына жерде Шығыс түркі қағанатының құрамында өмір сүретін мына жерде ұйғырлар бар.
және мына жерде қарлұқтар бар. Осылар бірігіп шығыс түркі қағанатының астанасын басып алады да Ашина әулеті өз өмір сүруін тоқтатты. Сөйтіп мемлекет құлады. Нәтижесінде 744 жылы мемлекет құласа, шығыс түркі қағанатының орнына бір жаңа мемлекет құрылады. Бұл ұйғыр қағанаты. 745-840 жылдары. Қараңыздар. Мынау шығыс түркі қағанатының картасы. Асықпай сызып жаттап алыңыздар. Иә? Мына территорияда қамтыған. Қараңыздар, мына картаны назар аударсақ, мынау қырғыздар. Енесе қырғыздары деген осылар. Қазіргі қырғыздардың ата бабасы ғой. Одан жужандар, хуселер, қарлұқтар, басмылдар деген сияқты, ұйғырлар деген сияқты. Мына шығыс түркі қағанатының ішіндегі ең бір күшейген тайпалардың бірі осы ұйғырлар мен қарлұқтар жеткен болатын ғой. Ал мынау қидандар болса, болашақта өтеміз қара қытайлар дейтіндер осылар. Міне. Мына күлтегіннің қолбасшының бас жаңағы прототипі, үлгісі ретіндегі сурет әлі күнгі мұражайда сақталған. Иә? Астанадағы мұражайда. 745-840 жылдары енді осы батыс шығыс түркі қағанатының территориясына жаңа мемлекет құрылды. Бұл ұйғыр қағанаты деп аталады. Ұйғыр қағанаты. Бұлар да енді түркі халқына жататын, енді шығу тегі мен Қытаймен байланыстырады. Нақты деректерде жалпы жеке мемлекет туралы мемлекет құрған халық ретінде қарастырады. Ал осымен білім алушылар тақырыбымызды аяқтаймыз. Сабағымызда осы жерге дейін жетті. Зерделі онлайн білім беру орталығы арқылы нәтижеге жетейік. Ал сіздерге үй тапсырмасы ретінде осы сәйкестендіру тапсырмасы сіздерге үйге. Жақсылап орындаңыздар. Білімді қайталаңыздар. Қайталау білімнің анасы. Яғни қорытындылайтын болсақ, бүгін біз түркі қағанаты, батыс түркі қағанаты және шығыс түркі қағанатын дейтін 3 қағанатты жаздық. Ал енді үйге тапсырма осы 3 қағанат туралы жазып, нақтылап, қағандары, аумағы, территориясы, саяси жағдай деген сияқты бағандарға толтырып, жаттап алсақ, визуализациямен, анимациямен неше түрлі суреттер салып, картамен сызып алсаңыздар жақсы сақталатын мида. Сонымен білім алушылар, келесі сабақта жүздескенше, сапалы білім, саналы тәрбие кепілі, зерделі онлайн білім беру орталығы.